Енді қосымша 10 олимпиадалық есептері. Бағанағы сіз шығарған, тексерген сіздің программаңыз дұрыс па, дұрыс емес па? Негізі бұл менің екінші сабағым. Бірінші сабақта да осындай 10 есеп болған болатын. Егер сіз шығарсаңыздар, егер шығармасаңыздар, оны қарап көріңіздер, және осыны қарап көріңіздер. Мен екі түрлі сайт алдым. Біріншісі SMP және HackerRank. SMP орыс тілде орысша сайт, HackerRank негізі ағылшынша сайт. Ол жерде де орысша версиясы бар. Негізі HackerRank'та Астана IT университеттері қолданады. Ол жақында олимпиадаларда болды, сол жерде қолданды. Мысалы, ол не жерде? Енді мысалы қалай шығару керек? Оны мен тағы да көрсетсем, тағы да біреулер жалығып кетуі мүмкін, бірақ көрсете салайын бірсыпыра. Так, мысалы мен бұл жерде палиндромды көрсетейін. Палиндром деген есеп. Палиндром деген сөз, палиндром емес, бұл жерде мен басқа. Мысалы бұл массивтер мынаны 1, 2, 3 және керісінше орналастыру. Сіз енгізгендер, бұны мен көрсетпей қойын, бұл енді сіздерге үшін өздеріңіз-ақ шығарасыздар. Палиндромның екіншісі. Палиндром деген сөз четырехзначный. Бұл жерде береді 1000-нан 999 дейді. Енді айтады сізге мысал ретінде 661 палиндром. Палиндром деген сөз, мысалы 4 таңбалы сан болса, бастапқы 2 сан мен 2 сан. То есть былайынан да екеуінің, мысалы 6 мен 6 бірдей, 1 мен 1 болса, ол палиндром сандар деп айтылады. Мысалы, или палиндром сөз, мысалы қазақ деген сөз, егер қазақша жазылатын болса, палиндром сөз, яғни басынан былайынан оқысаң да палиндром. Бұны палиндром айтады. Егер мынау палиндром емес, оны оңай тексеруге болады. 1, 2, 3, 4, 1 және мынау екеуін салыстырсаңыз, мынаның енгізілген санымен керісінше екеуі тең болса, есіне шығады болды. Так, мен бұл жолы мен SMP-ге тоқтамайын, бұл жолы мен HackerRank-қа тоқтайын. Сіздерге ыңғайлы ретінде, мен мысал ретінде осы әрбір ссылканың сізге подсказка ретінде жазып қойдым, не істеуге болатындығын. Подсказка деген сөз, яғни сіз анан қараған кезде, мысалы, степень, не жерге тапсырма бер, мысалы, мынаның бәрін оқып отыру керек, аның ең дәрежесін, оны мысалы кейбірде мынандай береді. Мысалы, подсказка мынандай берген, ұзақ оқып отыру керек. Егер көрінбей қалса, мен өкетейін. Мысалы, беріп оқып отыру керек болады да, бірақ мен сіздерге де әзірше ыңғайлы қылу үшін мысал ретінде беріп қойдым. Егер қарасаңыз 3 және 4, яғни енгізілген санның нәтижесінде +1 болып шығады. Мысалы, А деген сан енгізсе, +1 нәтижесі осындай. Ал, енді мен HackerRank-тың несіне келейін? HackerRank-тың. Мысалы, мен while'ды алайын. Мына жерге оңай емес ау болады деген HackerRank. HackerRank-қа сіздер тіркелу керексіздер. Мен уже тіркеліп қойғам негізі. Так, HackerRank-тың мынандай бір есебі бар. Мысалы айтайық, егер өздеріңізде шығарсаңыздар да болады. Мысалы айтады, кез келген сан енгізіле береді, бесконечность енгізіледі, және ол енгізілген сандардың 0 шыққанша және қанша рет сан шықты деп соның нәтижесін тексеру керек болады. Мысалы, бұл жерде 0 шыққанша сандар жаза береді. Миллион сан шыға ма, миллион сан шыға ма, разница жоқ. Бірақ айтып қойған 1000-ға дейін сан береміз дейді. 1000-ға дейін кез келген. Ол 500 бере ма, сөйтеді да сан шығарады. Енді ол үшін істейді. Мен осын сіздерге осын кірген кезде, енді осындай нәтижені шығару үшін мен сіздерге алдын ала айтып қойғам. Мысалы, осындай бір онлайн компилятор алыңыздар. Онлайн компиляторда бұл жерде айтады. Енді мен осыны шығару үйретейін. Тізім бойынша, меніңше бағана сіз нерде Бауыржан солда сұрақ қою мүмкін солай. Мысалы айтайық, тізім бойынша while мен бүйтіп алайын. Өзіме сәл түсінікті болу үшін, мысалы, А тең 10 болғанша, мен бірінші осындай бір командан қойып аламын. Сөйтем да А деген бастап қылсам, ой, бұл А емес, Ай деп алайын. Так, ай, ой, принт не шыққан. 0-ге тең болмағанша екен. Міне, мен оны былайынан алып. Қараңыздар, мынаны 0-де шығады. Енді осындай бір контекст қойып алған кейін мен айтқан едім бағана сіздерге, егер есіңізде бар болса, while'ды көбіне осындай 0 шыққанша сол шыққан ыңғайлырақ. Енді осындай сан шығады. Енді сізге не керек? Бұл жерде input кез келген бір input алып отыру керек әрдайым.
және не жерде айтады? S дегеніміз 0 шыққанша, вообще былай жазған дұрыс болады. S тең кете береді, и I инкремент қосылып отырады. Соңында нәтиже I шығарамыз. Так. Мысалы, міне 2 сан 2 сан қосылып кетті. Болмаса былай жазса да болады. То есть и 0 шығарам. Сонда егер қарап отырсаңыздар, қай жерден бастадық? Не жерден бастайық? Басынан бастаймын мен. Былай бастап қоясың. Мысалы 1, 2, 3, 4. Яғни 4 санын қойдым, және 0 қойдым. 0 есептемеу керек. Сонда бастапқы сан қанша санға енгіздің, соның санын жазу керек. Сонда мен осыны шығардым, программа жүзінде тексеріп алдым компайлерді. Сөйттім де осы жаққа жібердім. Мына жерге жай қоя салсаңыздар, run деп аласыздар, run код. Сол кезде бұл тексереді, кодтарды тексереді. Міне submission дұрыс, и run submit код. Не submit код болды. Сонда сіз нері тесттер болады. Тест деген сөз ол әртүрлі сандар болуы мүмкін. Ол 5 рет болуы мүмкін. Сонда мені қарасаңыз нәтиже шықты. Кейбіреулерінде 1000 сан беру мүмкін, 2000 сан беру мүмкін. Бұл жерде бірақ максимально 1000 сан қойдым. Өйстіп тесттің нәтижесін күтіп отырмыз. Болды. Мына жерде мысалы тек қана не жерде неге ұзақ десеңіз, өйткені бұл жерде 1000 санды беру мүмкін да. Болды, осымен жауап шығады. Сонда сіздің жауабыңыз дұрыс болды деген сөз болды. Я жалпы осы. Ал сұрақтарыңыз бар болса,